алтын алқа болып танылатын Манас эпосының қазақ халқы ішінде, қырғыз халқы ішіндегі аса маңызды екенін жақсы білеміз. Сол Манас эпосын бізге жеткізген, жанды күйінде, тірі күйінде жеткізген Саякбай Қаралаевтың 330 жылдық мерейтойы аталып отыр. Соған орай қырғыз ағайындар Мұхтар Әуезовтің әдебиет және өнер институтына, Мұхтар Әуезовтің музейіне былайша айтқанда тәу етіп келіп тұр деп айтуға болады. Оның үлкен себебі бар. Өйткені Манас жырының басына күн туған кезде оны қорғап қойған біздің академигіміз Мұхтар Омарханұлы Әуезов болады. Мұхтар Омарханұлының Манасқа келуі, Манасқа баруы жайдан жай емес. Өйткені Мұхтар Әуезовтың ой-өрісі өте кең, табиғи таным өте терең қалды. Сондықтан дағы ол сол кезеңде тек қана қазақ халқы емес, қырғыз халқынан бастап бүкіл түркі дүниесінің барлық мұрасын өте жетік білген. Соның нәтижесінде Қырғызстанға барып, Мұхтар Әуезов айлап жатып Манаспаларды зерттеген. Соның ішінде біздің Саякбай Қаралаевпенен өте жақын қарым-қатынаста болған. Саякбай Қаралаевты біздің қазақ ұлттық ғылым академиясына алып келіп, осы жерде оның жазбасын жасаған. Кеше ғана дүниеден өткен Мұрат Мұхтарұлы өзінің естелігінде айтып отырушы еді. Саякбай Қаралаев Манаста айтқан кезде мені апарып сөзірге жанына отырғызып қойушы еді. Мен сол қырғыздың сол кездегі сөздерін Манаста түсінген кезде әкем соған ерекше маған мейірленіп қараушы еді. Менің балам Манасты түсінетін болды, менің балам Манасты танитын болды деп айтады. Бұл Әуезовтің жалпы Манас эпосына деген үлкен махаббатының нәтижесі. Әуезов Манас эпосын тек қана жазып алып қана қойған жоқ, ол жөнінде үлкен терең зерттеулер жасады. Бүгінгі мына осы музейдің өзінде дағы Саякбай Қаралаев болған. Сондықтан дағы ол кісілердің қазір бұл жерде талантының ізі бар, рухы бар деп айтуға болады. Сондықтан да бүгінгі шараның маңызы өте жоғары. Бұл шара тек қана Манас эпосын ғана насихаттау емес, жалпы түрік халықтарының бір-бірімен жақындастыратын, рухани бірлігін арттыратын үлкен шара. Сондықтан да Түрксой басшысынан бастап, Манас академиясының президенті, қазіргі Манастанушылар, Манасты қазіргі айтушылар, жас пейілдер бәрі келіп, осы конференцияны өткізіп отыр. Сондықтан да біз қырғыз ағайындарға үнемі құшағымызды жайып қарсы аламыз. Манас эпосы ол әлемдік деңгейдегі адамзаттың ең үлкен рухани мұрасы. Сондықтан да осы мұра аман болатын болса, түркі дүниесінің рухы жоғары береді деп ойлаймыз. Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Сәттілік дейміз. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас директоры